Қымбатты оқушылар, жасыратыны жоқ. Әлемге таралған жұқпалы індет біздің елімізге де еніп, көп зиянын тигізуде. Елімізде карантин режимі енгізіліп, сақтық шаралары уақытылы жасалып жатқанымен, соңғы кездері ауру жұқтырғандар саны күн санап артып келеді. Соның ішінде мектеп оқушыларының да кездесіп жатқандығы өте өкінішті. Елге түскен осы бір сынақ баршамызды қайсарлыққа, сабыр мен жауапкершілікке шақыруда. Әрбіріміз отанымыздағы әр жанның өмірін сақтау жолында өз жауапкершілігімізді көрсетуімізге тиіс. Ол үшін уақытша қойылған тыйым шектеулерге бағынып, қатаң санитарлық нормаларды сақтап, қоғамдық орында бетперде киіп, үнемі қолымызды жуып, залалсыздандырып, ара қашықтықты сақтап, қажеттілік туындамаса, үйден, пәтерден шықпасақ, бұл індеттен тез арада құтылуымызға сеніммен қараймын. Сонда ғана біз сүйікті мектебіміз, ұстаздарымызбен қауышып, мектеп партасына қайта отыратын боламыз. Әр бала өзін қатаң қадағалауда ұстасын. Біздің денсаулығымыз бен болашағымыз өз қолымызда. Сол себепті де өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Жақындарыңызға жанашыр болыңыздар.